Армысыздар қазақ тұран елі. Енді бәріміз білесіз, қазір Ресейде Путин мобилизацияны жариялап, өз халқыны әскерге шақырып отыр. Осы Украинаның соғысы Путиннің саяси өлім ретінде мен оны санаймын. Ендер өзіңіз қарап атсыңдар. Украинада соғыста Путиннің әскерлері таяқ жеп ұтылып жүр екен. Енді осындай мобилизация жарлығы, мобилизацияны жариялап, Путин әлеуметтік жарылыс дайындап отыр. Ол оны түсініп, бірақ оның амалы жоқ деп осылай мобилизацияны жариялап жүр екен. Ал бізге, қазақ елімізге қандай әсер болатынды енді өзіңіз қарап атсыз. Шекарада, Ресей, Қазақстан шекарасында қазір өте қауіпті жағдай болып қалған. Мыңдаған, мүмкін миллиондаған Ресейдің тұрғындары қазақ елімізге көшіп келетін анық болып қалған бізге. Сол себепте неге біздің саяси билігі Тоқаев, осы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағалары, бас прокурорлары, қорғаныс министрі, Совет безопасности айтады ғой, неге үндемей отырсыңдар? Парламентте отырған депутаттар неге көтінді қысып осы үндемей отырсыңдар? Ол өте қауіпті жағдай бізге. Ол осындай мыңдаған, миллиондаған Ресейдің тұрғындары келсе біздің қазақ елімізде, ол не деген? Ол тыныш, соғыссыз оккупация ретінде санауға болады. Оны неге түсінбейді билікте отырған? Осы тиімсіз, пайдасыз Тоқаевтың саясаты бізге, қазақ елімізге, қазақ халқына өте қауіпті. Мен осындай саясатынды сатқын саясатын ретінде санаймын. Қазақ елі, қазақ ұлтым, қазақ халқым, ояныңдар. Ұлт сана сезімді даму қажет бізге. Бірігу керек бізге. Осы келешекте президент сайлау, ол сайлаусыз сайлау. Халықтың өкілдері жоқ. Ешқандай мүмкіндік жоқ. Осы сайлау заңнамасына қарасақ, халықтың, оппозицияның құқығы жоқ. Сайлау, ол сайлаусыз сайлау. Ол Тоқаевтың спектаклі, билікті сақтау үшін 7 жыл осы президент ретінде қызмет атқару, ол нақты конституция төңкеріс. Мен солай ойлап тұрмын. Әрине, қазір конституцияға өзгерістер енгізеді. Конституциялық совет осы измененияларды қазір заң ретінде санайды, есептейді. Халықтың ойын, миын уландырады. Содан соң бізге ояну керек. Саяси және қоғам белсенділігін көрсету керек. Саяси күресу керек. Бірігу керек. Менің есімім Аслан Курманбаев, Туран қозғалысының ұйымдастырушысымын. Өте қауіпті жағдай. Мүмкін келешекте осы мыңдаған, миллиондаған Ресейдің тұрғындары қазақ азаматтық алып, өз отбасын құрып осы жерде жұмыс жасап, пәтер алып, өз тамырын осылай дамытады қазақ елімізде. Сосын біз қазақ тілді, қазақ мемлекетімізден, қазақ тәуелсіздігімізден мүмкін жойылып, айырылып кетеміз. Осындай жағдай, осындай мүмкіндік келешекте бар. Оны ойландыр, терең ойландыр, қазағым. Өкінішке орай, қазір көп қазақтар саясатқа қатыспай жүр осылай, мал сияқты.
мен осылай нақты айтам, мал сияқты отырмаңдар, мал сияқты жүрмеңдер, ол саясат менікі емес деп. Сендер саясатқа қатыспасаңдар, саясат сіздің өміріңізге қатысып қаншама мәселелерді туғызады. Ояныңдар, Туран қозғалысын қолдандар. Ұлтшыл қозғалыс, ол Туран қозғалысы. Ұлтшылдар, ояныңдар. Қазақ елді, қазақ жерді, қазақ мемлекетті, қазақ тәуелсіздігімізді қорғайық. Егер біз емес, сен емес болсаң, кім болады? Кім? Ресейдің тұрғындары ма? Немесе Ресейдің казактары ма? Атамандар ма? Есауылдар ма? Қазір казачество, автономия, жерлер керек біздің қазақ елімізде. Ол де өте қауіпті. Осы біздің Туран қозғалысын YouTube арнасында бар, мен бейнені шығардым. Қараңдар, кіріңдер, жазыңыз. Казактар қазір, осы казактар, казачество, Атаман Захаров, сосын басқалары, олар қазір осы Ресейдің тұрғындарымен байланысқа шығады. Мүмкін әскери ячейкалар, әскери осындай группировкаларды ұйымдастырады. Оны да білу керек, түсіну керек. Өте қауіпті жағдай. Сол осы Ресейдің тұрғындары бізге көшіп осы мыңдаған, миллиондаған, олардың арасында мүмкін ФСБ-нің, ГРУ-ның, СВР-ның тыңшылары, барлау қызметкерлері де бар. Оны түсіну керек, оны білу керек. Тоқаев тиімсіз, пайдасыз Тоқаев отставкаға кетсін. Кету керек. Тоқаев ештеңе жақсылық қазақ елімізге жасамайды. Оны түсіну керек, оны білу керек. Топаздамай қазақтар саясатқа қатысу, саяси күреске шығыңдар. Ойлаңдар. Сау болыңыздар.